мына егізге қиындау кішкене желін табуға емшектің ұштарын. Өйткені бұл дәу желіні дәу жерге дейін салбырап тұрады. Кішкене ұстап өстіп көмектесу керек басында. Содан кейін өзі үйреніп алар бір аптадан кейін. Біреу ар жақ дейін батыр, біреу бер жақ. Міне таңертең еміздік. Өйткені желіні дәу кішкене салбырап тұр жерге дейін. Соны ұшын табамайды. Мынау арқысы баунти, мынау какаука. Ақырындап еміздік, соң 1-2 күннен кейін үйреніп алар. Кеше туған. Танысыңдар міне. Мына ақ еркек қоңыр ұрғашы, қоңыры міне какаука. Мынау баунти. Мынау бірінші тума, бірінші туғаны. Ойнап жүр. Бір 5 күнде ұстаймыз ғой қасына. Лақтарын 5 күнде ұстаймыз. Соң лақтарды осы жерге жібереміз де, үшеуін ешкілерді таңертең кешке жақын сауып, сол кезде лақтарды еміз жүреміз. Қалайсың? Какаука. Ау баунти. 5 күнде ұстаймыз ғой, лақтарды 5 күнде ұстаймыз. 5 күннен кейін осы 3 лақты бөлеміз де, ешкілерді жібере саламыз. Таңертең кешке сауған кезде емізіп тұрамыз. Өскенше түсте бір рет подводить етіп кішкене. Басында бір 10 күндей түске жақын бір емдіріп тұрамыз кішкене. 15 күннен кейін строго таңертең кешке кішкене ешесіңдер, қалғанын сауып аламыз. Шөп қорада тұрсын, жемінді жемей, шөпке тойып рахат. Лағы ойнап жүр, бірінші туған бұл. Бұл 8-інде туды, ана егіз 10-да туды. Бүгін 12-сі. Бірге нетеміз, ана егізге 5 күн болғанда осы жаққа бөлеміз лақтарды. Так, всем салам алейкум, козоводство, молодежь, вот козлята, лахтар. Сегодня 15 марта, вот марта, вот первая родилась, она 8 марта родилась. А эти 10 марта родились, это какаука, это баунти, двойняшки. Сегодня 15, сегодня, короче, отделил. Все. Ты неделю была возле матери, те 5 дней. Сегодняшнего дня, короче, утром, вечером только подпускать буду. Ну, в обед 1 раз, еще дней 5. Вот. Дней 5 3 раза будут подпускать, потом уже по 2 раза. Вот молодая ищет мамашка эту Марту. Бүгін 15 март. Мына Мартаға 1-7 болды, бір апта. Ана екеуіне баунти мен какаука. Егіз оларға 5 күн болды. Бүгін бөлдім шешелерінен. Мынау 1-7 болды, анау 5 күн болды шешелерінің қасында. Қашан ішкісі келді, сол кезде шықты мынау. Өйткені бірінші туман емшегі доступный, жақын. Амналардың шешелерін емшегі жерге салбырап тұрады. Мен келіп көтеріп тұрдым емшектерін. Сонда ғана ішіп жүрді. Табамай. Бұлар енді ғана бір үйреніп нетеді. Табайын деп жүр. Енді ертеңнен бастап бұларды 3 рет қана шешелеріне қосып тұрым. Емізгенге. Бүгіннен бастап бөлдім. Жас лақтар. Бүгін 15 март. Егіз. Мынау бірінші тумадан туған жалғыз ұрғаш. Сен шешен іздеп жүр.
Анаусы үйренген ғой, бөліп қойып едім, жүр рахаттан. Бірінші тума іздеп жүр маңырап. Шешелер. Теперь после этого еще недельку примерно 3 раза буду подпускать к матери вас. А через неделю 2 раза. Потом надо раздаивать ваших мам. Лақтарды осы жаққа бөліп қойдым. Біреуіне 1,7 болды, арқысына. Мыналарға 5 күн болды. Үйреніңдер. Сендер осы жерде тұрасыңдар. Сен осы жерде жүресің. Разделил, короче. Мамки здесь будут. Козлики здесь будут, козлята. Первому неделя, вторым близнецам 5 дней. 9-да емізіп салып алғам, енді міне сағат 3 болды. 6 сағат өткеннен кейін тағы жібердім лақтарын. Мыналар лақтар емшегін кішкене әрең табады, дұрыстап. Аузына салып бермесең. Мынау тойып алды. 6 сағаттан кейін жіберіп көрдім. Таңертең 9-да жіберіп, емізіп, екеуінен 1-1 литрден сауып алдым. Таңертең енді примерно 200 грамм ішкен шығар. Мыналарда 250 граммнан ішкен шығар. 250 граммнан ішкен шығар таңертең. Тойғанша іштіремді, соң кейін сауып алам. Қазір енді саумайым, қазір міне. Түнде сағат 9-10-дарда тағы бір жіберем. Күнде бір-ақ рет сауып жүрім, өздері ішсін. Марта еміп жатыр. Бірінші тума, молодец. 1 литр сауғызып алды таңертең. 1,5 литр беріп тұр ғой қазір. Ақырындап раздой жасап енді көреміз. Басында кішкене лақтар өскенше 1 рет сауып жүрем да. Соң 2 рет сауып жүреміз ғой. Ақырындап лақтар жей бастайды. Кебек, жонышқан нүгіні, жапырақтарын. Жасыл шөп шығады скоро. Козлята утром в 9 покормил, вот. Мамка покормила, потом подоил их, по литру взял обоих. И сейчас 3 часа после обеденной. Через 6 часов обратно пустил им. Наелись, напились. Вон Марта пьет. Короче, сейчас пока даю раз в день, утром по литру взял. У нее литр, у нее литр. Они выпивают по 250-300 грамм. Сейчас пока. Скоро буду раздаивать. Будем побольше молока брать. Ар жақтағы емшегін дұрыс ішпепті. Немене қақалып қалдың, Козлята, лақтар. Енді очередной түнгі 9-да емізем, 9-да. Сағат 3 қой қазір. Вечером в 9, через 6 часов обратно пустим. Сейчас пускай минут 10 походят возле мамы. Вот со вчерашнего дня начал отделять козлят. Сегодня утром в 9 покормил, выдаил коз по 1 литру. И вот 3 часа пустил, они попили. Доить не буду, 1 раз в день, пока. Вечером в 9 еще пустим. Бүгін таңертең 9-да қостым, 1 литрден сауып алдым. Енді сағат 3-те тағы қосып тұрмын. Ішіп тойып алды жана.
Енді түнде 9-да қосам. Қазір біз 10 минуттан кейін қамайым. Мынау маза бермей тұр. Түсірейін түсем. Мынау. Менікі емес деді ғой. Дедовщина көрсетіп жатыр. Тістелеп, итеріп. Үлкені. Екеуі тату жүруші еді. Туғанға дейін. После как родили они друг друга. Драки. Ну, мелкие там. Кусания. Вот они. До рождения они дружные были. Друг от друга вот не отходили. Теперь после как родили, он потихоньку пробует. Ақырын ауызданып тексеріп жатыр жоңышқаны. Баунти. Это Марта. Какаока, где какао? Бөліп қойдым. Енді сағат 9-ға дейін тұрасыңдар. Қазір мына жерге бұрышқа келіп жатады. Все, отделил до 9 вечера. Кешкі 9-ға дейін бөліп қойдым. Отдыхайте. Еще 6 часов. Вот здесь в углу спят они. Осы жерде ұйықтайды. Енді 6 сағат демалыңдар. 9-да келеміз, еміземіз. Кешкі емгізуі. Вечернее кормление козлят. 9 часов. Бір апта болды 7 күн. Маған 9 күн болды. Этой 9 дней. Этим 7 дней. Неделя. Вечернее кормление. Вечером доить не будем, пускай пьет. Вот эту вообще-то надо. Он один, много не выпьет. Или этих пустим туда тоже. Кешеден бастап бөлдім. Бүгін бірінші күн. Осы режиммен пока жүре тұрады. Бір аптадай ма, содан кейін уже 2 ретке үйретеміз. Вот пока со вчерашнего дня вот в таком режиме будет 3 раза кормиться. 1 раз доится утром. А дальше уже через недельку на 2 раза. Утром, вечером. Кормление доится 2 раза. Қайырлы түн бәріне. Кешкі сақман. Жаңа емізіп. Бір 10 минуттай серуендеп жүреді. Қазір таңертең 9-да емізем. Соң сауып алам 1 литрдан. Соң кейін түстен кейін сағат 3-те емізем. И түнгі 9-да емізем. Қазір енді кішкене қанша қалады, соны сауып алам. Таңертең 1 литрдан берді. Кешке жақын қазір енді аздау беретін шығар. Осындай режим пока. Бір
бір аптадай. Содан кейін уже 2 рет еміземіз да, 2 рет сауып жүреміз. Раздой будет, раздой. Бәріне міне жана шығып емізіп мыналарды тойдырдық. Енді серуендеп жүр. Бағана 1 сағат бұрын жем берген ешкілерге. Боря, береке. Тұрсын ба? Майын қарасыншы, майын. Наурызға қарсы қатырамыз. Ірімшік жаса дедім. Полдник. Және 3-тің сүтін емді. Енді бір жарты сағат серуендеп тұрсын. Соны кіргіземіз орнына. Любопытный. Қайырлы таң. Күндерін сәтті өтсін. Қораларын малға толсын, ақмол болсын, денсаулықтары мықты болсын. Шыдаңдар. Мынау жем жеп алсын. Сағат 9-да еміземіз. 1-2 сағаттан кейін. Очень интересная ситуация. Это послеобеденное кормление. Вот это первородка. Она же этого одного родила. Она и второго пофиг кормит. Вот она же двойняшку родила. Но, короче, бірінші тума жас. Емзе береді. Екеуінде емзе береді. Өзінікінде мына шешесінікінде емзе береді. Қазір ан жаққа барасың. Еміп алды, енді жонышқа жесін. Полдник выпили, пускай теперь люцерну покушают. Одну это хорошо высосал, вторую не очень. А близнец-то к ней пошел сейчас. Вот с коричневой туда пошла кормиться. Заботливой мамы. Вот это не дает, а вот это нормально. Ты вечно такой мутишь. Обычно я сюда я не ложу. Сейчас чуть-чуть вот эти козлята вырастут и вон же у меня. Там не рассыпают. Здесь у меня это, они арпа кушают, арпа. Дробленку. Но обычно мына жерге мен жонышқа салмаймын ғой. Бұл жерде арпа жейді кебекпен. Жонышқан мына жерде жейді. Қазір мына лақтар болғаннан кейін кішкене. Бір жеттен кейін бұл ашып салам ғой, ана жер кетпей жатыр, жер. Жер кеткеннен кейін ашып салам. Ішінде тұрмайды. Ойнап жүр.